Достар, осындай жаркой пісіргіңіз келе ме? Wow. Ондаша кеттік. Қызып тұрған майымызға туралған пиязымызды саламыз. Пиязымызды әбден қуырамыз да. Үстіне туралған етімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз, тұз-тұзымызды саламыз, бұрышымызды қосамыз. Сосын отымызды азайтып, 30-40 минутқа бұқтырып қоямыз. 4 бұрыштылап туралған сәбізімізді саламыз. Тағы да былғаймыз. 4 бұрыштап туралған салат бұрышын саламыз. Тағы да араластырамыз. Енді ірілеу 4 бұрыштылап туралған картофелімізді саламыз. Қақпағымызды жабып 10 минут күтеміз. 10 минуттан соң тұзымызды, түрлі бұрыштарымызды қосамыз да. Қаласаңыз лавр жапырағын да қосуға болады. Сосын әбден араластырып, қайттан 10 минут бұқтырамыз. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз, колокольчикпен лайк басамыз. Астарың дәмді болсын.